Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын сүзбелі бәлішпің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызды салып, оған сары майымызды теркадан өткіземіз. Осылай сары майымыз міндетті түрде морозилкадан алынған болуы тиіс. Қатты болу тиіс, яғни ұнға осылай аунатып жасасаңыздар, теркаларыңызға жабыспайтын болады, тез өтетін болады теркадан. Осылай барлық сары майымызды өткізіп болғаннан кейін үстіне тұзымыз бен содамызды салып, немесе разрыхителімізді осылай араластырамыз. Осындай түйір-түйір қылып араласуы қажет. Бір-біріне жабыспау керек. Тез араласуға тырысыңыздар. Қолыңыздың жылуы сол кезде берілмейді. Соответственно, майыңыз еріп кетпейтін болады. Араластырып болған соң үстіне қантымызды салып араластырамыз. Барлық осылай құрғақ қоспалар араласып болған соң үстіне жұмыртқамызды саламыз. Екінші жұмыртқаны да бірден салып араластырсаңыздар болады. Бұл пирог өте тез дайындалады және дәмі супер болып шығады. Осылайынан қасықпен араластырып алыңыздар алдымен. Сол кезде қолдың жылуы берілмейтін болады қамырға. Одан соң осылай қатайып бастаған кезде қолмен араластырамыз. Қолмен әдемілеп қамыр илейміз. Бір-біріне біріккенге дейін. Осылай барлық қамырын илеуге шамамен 5 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Жалпы бұл пирогты істеуге сіздің 10 минут қана уақытыңыз кетеді. Осылай әдемілеп қамырын илеп алғаннан соң полиэтилен пакетке немесе пищевая пленкаға салып, холодильникке 20-25 минутқа қойып қоясыздар. Сол уақытта уже начинкасын дайындаймыз. Ол үшін алдымен сүзбемізді салып, оның үстіне қаймағымызды саламыз. Менікі қолдың сүзбесі. Одан соң жұмыртқаны саламыз. Және қантымызды саламыз. Барлық қоспаны бірден салып жіберсеңіздер болады. Осылай қасықпен араластырып аламыз. Бір-біріне араласып, бір келкі масса болғанға дейін араластырасыздар. Менден бұнда қоспам сұйық болды, себебі мендегі сүзбе қолдың сүзбесі. Одан соң табамызға холодильнигімізден қамырымызды алып, 3-тен 2 бөлігін астына саламыз табаның. 3-тен 1 бөлігін бетіне салуға алып қаламыз. Табаның астына ештеме жағудың қажеті жоқ. Осылайынан салып шығамыз қамырларымызды жайып. Қорықпай астына батырып қамырды қолмен жая беріңіздер, себебі бұл тесто табаға мүлдем жабыспайды. Тез алынатын болады пісіп болғаннан кейін. Ең бастысы астында ешқандай тесік қалып қоймау керек қамырлардың арасында, себебі начинкаңыз табаның астына қарай өтіп кетіп жабысып қалуы мүмкін. Осылай барлығын салып болғаннан кейін начинкамызды саламыз, сүзбелі начинкамызды. Одан соң үстіне қалған 3-тен 1 бөлік қамырымызды саламыз. Міне осындай болып шықты. Өзіңіздің қалауыңызша істесеңіз болады. Торғып істесеңіз де болады. 180 градусқа 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі пирог болып шығады. Тіптен дәмі чизкейк сияқты болады салманың ше. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.